Өздерінің ауыздарында кигізген респираторларын бізге кигізіп, түтіннен көре алмай бала шағамызды әзер алып шықтық. Сонда бірінші қабаттағы терезелерді сындырды. Біз айттық, ойбу, біз ол терезені өзіміздің ақымызға салдырып едік. Адамның өмірі бұл терезеден қымбат қой, жерде түтіннен тұншығып жатсыздар, болмайды деп сындырып, бәрімізді далаға алып шығып, осындағы жүгіріп жүрген полиция қызметкерлерін көріп өте риза болдым. Олардың соншама қызмет көрсетіп, соншама халыққа деген жандарын беріп, жандарын салып жатқанын көргенде, арасында да осы Қазақстан азаматы бола тұра қатты ризашылығымды көрсетіп, білдіріп, рахметімді айтқым келді. Бірақ олардың аты жөні кім екенін білмеймін. Түнгі таңғы 4-те осы 4-5 қызметкерлері полиция жүгіріп барлық жағдайларды жасады. Осы бәрімізді шығару үшін далаға, бәрімізді бала шағаларды құтқару үшін, уланып қалмау үшін, осы өрттің астында қалмау үшін жандарын салып, тәрбие, тәртіп, өзінің жаңағы жол менен бәрін жасады.